Достар, осындай хит тауарлармен күнделікті бөлісіп отырмын. Соңына дейін тыңдаңыздар. Мынаны қараңыздаршы, әдетте бала көтергенде коляскамен алып жүреміз ғой. Колясканың өзі сол бала үшін алып жүреміз. Оны бір жерге қою керек, ол жоғалып қалуы мүмкін деген сияқты. Енді мынау болатын болса, ешқандай колясканың да керегі жоқ, қолыңызда талмайды, баланы осылай алдыңызға көтеріп алып жүре беруге болады. Керемет емес пе, достар? Алам десеңіздер, онда пікір аймағына товар деп жазып келсеңіздер болды. Біз өзіміз хабарласамыз. Және де, достар, негізі мынаны өздеріңізде жасап аласыздар осыны. Достар, осы сияқты хит тауарларды мен Қытайдың тиктогынан алып сіздерге күнделікті көрсетіп отырмын. Егер видео қызық болса, күнделікті осындай қызықты видеоларды көріп отырғыңыз келсе, алдымен менің парақшамды жоғалта алмай тіркеліп алыңыз. Сосын достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Пікір аймағына өзіңіздің жылы лебіздеріңізді қалдыра кетіңіздер. Құрметті достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Осындай қызықты видеолармен күнделікті сіздерге ақпарат беріп отыруға тырысатын боламын. Және де, достар, біз осы таяуда Қытайға бір бизнес тур ұйымдастырып жатырмыз. Бизнесті барып келуі небәрі 250 мың теңге. 250 мың теңгенің ішіне туда-обратно авиабилеті, 5 күндік гостиница, 3 уақыт питания және гид услуга. Барлығы осы 250 мың теңгенің ішіне кіреді. Қызық болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.